түн неге сондай қорқынышты? Әсіресе жан дауысы шыға айғайлайтын түсініксіз дыбыстардан қатты қорқамын. Иә, түннің жұмбағы көп, бірақ бекер қорыққансың. Сенің шошып жүргенің кәдімгі жапалақтың өлі. Жапалақ тектестердің ішіндегі ең ірісі үкі екен. Әжем бас киіміме үкінің қауырсынын қадап беретін, себебі ол адамды тіл көзден сақтайды дейді. Осы құстардың тағы бір түрі маубас жапалақтың өлі түк қорқынышты емес. Өзі кіп-кішкентай. Маубас атанған себебі өл деген дауысы орыстың ұйқыдамын деген сөзіне ұқсап шығады. Жапалақ тектес тағы бір кішкентай құс бар. Ол орман байғызы. Оның дауысы қорқынышты емес, бірақ өте жұмбақ болып естіледі. Демек, жапалақтарды түнде ғана көруге болады ғой. Со жағы қиын екен. Жоқ, күндіз де көруге болады. Олардың көпшілігі жемін күндіз аулайды. Мысалы, қаршыға реңді жапалақ. Ол аңға ымырт түсе ғана емес, күндіз де шыға береді. Орманды мекендейтін құстар мен ұсақ аңдарды аулайды. Ал шөл дала мен жартасты шатқалдарды жапалақ тектестердің байғыз деп аталатын түрі мекендейді. Ол көбіне үлкен құндұшқанды аулайды. Өзі де сонымен қоректенеді, балапандарына да береді. Енді маған үкі туралы толығырақ айтып берші. Үкі ұясын жартастың қуысына, ал көбіне кәдімгі жерге салады. Жыртқыш құс ретінде күші өте көп. Балапандарын әртүрлі аң құстармен асырайды. Маған мына құлақты жапалақ та ұнайды. Ол көп жерлерде кездеседі. Еліміздің оңтүстігіндегі құстар қыстап шығатын жерлерді де мекендейді. Бір айта кетерлігі, жапалақтар көзге түсе бермейді, себебі олар өте сақ және жасырынып өмір сүретін құстар. Мысалы, мына орман байғызын шыршаның қар басқан бұтағында отырса да, бірден байқай қоймайсың. Бұлар өзі сондай жасырын сыры көп, керемет құстар.